Осындай кескенде қытырлайтын және ауызда еритін өте дәмді пирогтың рецептін түсірдім және сіздермен бөліскім келеді. Соңына дейін бірге көріңіздер. Ол үшін қажетті заттардың барлығын дайындап қойдық. Бізде песочный тесто болады және екі начинка, біреуі алмамен, екіншісі грек жаңғағымен және үстінде меренге болады. Мінекей барлығын дайындап қойдық. Ендеше пирогымызге кірісеміз. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майдың үстіне жемішкі майды құямыз және 2 жұмыртқаның сарысын саламыз. Қант ұнтағы және барлығын араластырамыз. Араластырып болған соң үстіне ұн мен қопсытқышты араластырып саламыз және жұмсақ қамыр илейміз. Неке осындай өте жұмсақ қамыр шығады. Енді 130 граммдай бөліп аламыз. Бұл бізге үстіне қазір үккіштен өткізіп салуға қажет болады. Енді екі қамырымызды да салмасын дайындап болғанша мұздатқышта сақтаймыз. Салмасына бізге алма қажет. Алманы қабығынан ашып, ортасын барлығын алып, осылай үлкен көзді теркадан өткіземіз. Үстіне лимон согын құямыз және қант және кукуруз крахмалын саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, бөлек қойып қоямыз. Енді келесі салмасына бізге грек жаңғағы қажет. Осылай уақыттап алдық блендермен және үстіне вареный сгущенканы құйып, араластырып дайындап қоямыз. Салмасы дайын болды. Енді қамырға кірісеміз. Осылай тефлоновый коврикте немесе пергамент қағазында қамырымызды жайып аламыз. Үлкен бөлігін жайып аламыз. Бізде форманың диаметрі 28-дік үлкен форма және соған аударып саламыз. Барымызша тегістеп орналастырамыз және жан-жағына бортиктарын барлығын тегістеп дайындап аламыз. Шанышқымен осылай тесіп аламыз. Және жаңағы дайындап қойған алмамызды саламыз. Егер осылай суы шықса, су бөлінеді, міндетті түрде оны төгіп тастаймыз. Құрғақтай етіп, алмамызды бір келкі етіп, осылай тегістеп салып шығамыз. Бірінші слой бізде алма болады. Екінші слойға жаңағы қатырып қойған қамырды осылай теркадан өткізіп, бетіне сеуіп шығамыз. Келесі жаңағы вареный сгущенка араластырылған грек жаңғағын бетіне сеуіп шығамыз. Соңғы слой бізде меренге болады. Ол үшін жаңағы жұмыртқаның ақ-уызына қан салып, меренге болғанша көтеріп аламыз жақсылап. Және оның үстіне ситыдан өткізіп, қант ұнтағы және жүгері крахмалын саламыз. Жақсылап
араластырамыз. Отырып қалмайтындай етіп, астынан үстіне абайлап араластырамыз және пирогымыздың үстіне толықтай салып шығамыз. Жаймен жан-жағына барлығына осылай жағып шығамыз. Бетіне кез келген дәндерді себуге болады. Менде осындай миндальный слайсы бар, соны септім. Өте әдемі және дәмді болып шығады. Пирогымызды алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Мінекей пирогымыз дайын болды. Өте әдемі және өте дәмді, ерекше пирог жасап көріңіздер. Кез келген дастарханның сәнін келтіретін пирогтардың бірі деп ойлаймын. Достар, жасап көріңіздер. Егер ұнап жатса, мені қолдап, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдырып, және менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!